Біз 8-ші сыныптың неорганикалық процесстардың генетикалық байланысы тақырыбын өтетін боламыз. Сіздерде ол параграф 50-ші параграф 184-ші бет оқулықты ашып қойсаңыздар болады. Неорганикалық процесстардың негізгі арасындағы генетикалық байланыс. Олай болса, сіздермен алдыңғы сабақта өткен жалпы осы бөлім бойынша бір қайталап өтейік. Жалпы органикалық және биорганикалық заттар болып жеткізілетін білесіздер. Сіздер биорганикалық заттар құрамына қарай жай заттар және күрделі заттар болып жіктеледі. Жай заттар түрінен тұрады. Атомдардың бір түрінен тұрады. Мысалы, жай заттарға мысал келтіретін болсақ, O2, N2, H2, хлор2, бром2, яғни бір зат екі молекуладан тұрады, атомның бірдей түрінен тұрады деген сөз. Ары қарай ол химиялық реакциялардың бірнеше басқа заттар түзіп айырылуына болады. Мысалы, қараңыздар, жаңағы мен айтқан оттек, сутек, темір және тағы да басқа заттар. Енді құрамына қарай ол күрделі түрі, екінші түрі ол күрделі болып көрінеді. Атомдардың әр түрінен тұрады. Мысал келтіретін болсақ, әртүрлі атомдан тұратын бізде бірінші мысал ол су, H2O. Яғни сутек атомы мен оттек атомынан тұрады, екі түрлі атомдан тұрған байланыс ол бізде күрделі заттарға жатады. Химиялық реакцияларда бірнеше басқа заттар түзіліп айырылады, және оларға мысал феррум С, натрий хлориді, SO2 газы, калий гидроксиді және тағы басқалары. Яғни сіздер уже білесіздер, биорганикалық заттар құрамына қарай жай және күрделі болып бөлінеді. Енді ары қарай оксидтер және олардың түрлеріне қайталап өтсек, оксидтердің жіктелуін білесіздер. Оксидтер бізде негіздік, қышқылдық және амфотерді болып бөлінеді. Негіздік дегеніміз, яғни негіздік оксид түзеді, қышқыл болса қышқылдармен реакцияға түседі, амфотерді дегеніміз әрі негіздік, әрі қышқылдық оксидтер болып табылады. Олардың реакцияларына келетін болсақ, негіздік оксидтерге қышқыл болсақ, біз су мен тұз аламыз реакция барысында. Қышқылдық оксидтерге негіз қосатын болсақ, тұз бен су, яғни жаңа тұз, жаңа су түзіледі. Мысалы ретінде сіздерге мына кезде кальций оксидіне тұз қышқылы қосып тұрып, сол кезде пайда болды бізде жаңа тұз, ол кальций хлориді және су. Келесі мысал, SO3 қосылған натрий гидроксиді, яғни гидроксид бізде пайда болды натрий сульфаты мен жаңа су, яғни бізде жаңа тұз, қосу су пайда болды. Бұны сіздер уже өткен болатын тұрғыздар, біз қазір қайталап өтіп жатыр. Қышқылдардың генетикалық қатарына келетін болсақ, ол бізде бірінші қышқыл, қосу металл, бізде пайда болады тұз және сутегі. Екіншісі қышқыл, қосу негіз, пайда болады тұз және су, битраптану реакциясы деп аталады. Үшіншісі қышқылға тұз болса, үшіншісі ол жаңа қышқыл мен жаңа тұз пайда болады. Мысалы ретінде, міне сіздерде мына кезде тұр ғой, оқушылар. Тұз қышқылына мырышты қоссақ, мырыш хлориді мен сутегі пайда болады. Бұл кезде сутегіміз газ, яғни ұшқыш зат және жаңа тұз пайда болып тұр. Одан кейін тұз қышқылына гидроксид қосатын болсақ, гидроксид немесе сілті десек болады, бізде натрий хлориді мен су пайда болды. Және үшінші мысалымыз ол біздің қышқыл мен жаңа тұздың пайда болуы. Қышқыл ретінде күкірт қышқылы қосу барий хлориді және пайда болды бізде жаңа тұз, қосу жаңа қышқыл. Ол бізде тұз қышқылы. Ары қарай негіздер және олардың түрлері. Үшінші бөлімі биорганикалық процесстардың ол негіздер, оксидтер, тұздар, қышқылдар, негіздер. Соның ішінде негіздер сілтілермен ерімейтін негіздер болып бөлінеді. Негізге біз қышқыл қоссақ, жаңа тұз бен су пайда болады. Негізге тұзды қоссақ, жаңа негіз бен жаңа тұз пайда болады. Мысалы ретінде натрий гидроксиді мен тұз қышқылының реакциясы тұр сіздерде. Натрий хлориді және су пайда болады реакция барысында. Және натрий гидроксидіне мыс сульфатын қосатын болсақ, реакцияның барысында сізге сілті, мыс гидроксиді, яғни купрум-H десемен натрий сульфаты пайда болады. Ары қарай тұздардың түрленуі. Енді төртінші түрі ол бізде биорганикалық процесстардың тұздары болып табылады. Тұз, қосу қышқыл, бізде пайда болады жаңа тұз және жаңа қышқыл.
Тұзға негізді қоссақ, жаңа тұзбен жаңа негіз пайда болады. Тұзға тұзды өзі қоссақ, яғни тұздармен реакцияға түседі деген сөз. Онда бізде екі жаңа тұз пайда болады. Мысалы ретінде қышқыл мен хлоридті алдық. Мысалы натрий хлоридіне күкірт қышқылы қоссақ, бізде пайда болды натрий сульфаты және тұз қышқылы. Екінші мысал, мыс сульфатына натрий гидроксидін қоссақ, пайда болды бізде купрум гидроксиді және натрий сульфаты. Үшінші мысал ретінде аргентум нитратына натрий хлоридін қосатын болса, аргентум хлориді, яғни жаңа тұз және натрий NO3 бізде ол екінші жаңа тұзымыз. Бұның барлығы сіздер өткен болатын тұздар. Енді осы өткен 4 тақырып бойынша осының төртеуінің генетикалық байланысына келетін болсақ, яғни металдар және бейметалдарды қарастырамыз. Металдар біз оксидтер, негіздер тұздар арқылы байланысады, металдар болса, бейметалдар болса, оксидтер, қышқылдар тұздар арқылы байланысады. Мысалы ретінде, қараңыздар, бірінші мысал сіздерде металдардың мысалы көріп тұр. Қараңыздар, бірінші мыстан біз бірден аламыз. Мыс оксидін, қазір сіздерге реакциясын жасырсақ. Мысалы бірінші сіздерде мыстыр, мыстан біз оксид алуымыз керек. Бірінші реакция мыстан оксид алу үшін не істейміз? Оттекті қосамыз. Сонда біз аламыз сіздерден оксид аламыз, мыс оксидін. Графиктерді қойып теңестіреміз. Ол бізде бірінші генетикалық байланысы. Екінші, енді осы оксидтен біз гидроксид алуымыз керек. Ол үшін не істейміз? Купрум оксидіне қосамыз суды. Сонда пайда болады бізде гидроксидіміз. Купрум OH екі есе. Бұл бізде температураның қатысында жүр, сондықтан температураның белгісін қосаңыздар болады. Купрум гидроксиді бізде тұнбаның белгісі қоясыздар. Үшінші, енді осы купрум гидроксидімен біз не аламыз? Ары қарай оны бөлшектейміз, яғни купрум OH екіселенген С3 газымен алсақ, ол ары қарай реакцияға не істейді? Ыдырайды. Купрум оксидіне С2 газына газ екенін белгісін қоямыз және суға. Бұл да біздің температураның қатысында жүретін реакция болғандықтан температураның белгісі қойылады және төртінші генетикалық байланыстың төртіншісі ол бізде осы пайда болған купрум мен С3 газының ыдырауы, яғни температураның қатысында жүретін реакция. Сонда бізде пайда болады купрум оксиді және С2 газы. Белгісін қойыңыздар. Жазып алыңыздар. Бұл бізде металдардың генетикалық байланысы болып табылады. Жаңа сіздермен қарастырдық металл және бейметалл. Бүгінгі тақырып бойынша. Міне, біз жаңа сіздермен мына біріншісін қарастырдық. Металдар оксид негіз және тұздар арқылы байланысы. Соның ішінде міне бізге бір генетикалық қатар беріледі. Соны біз сіздермен көрсетуіміз керек. Мыстан қалай оксид аламыз? Міне, мысқа оксид қосамыз да купрум оксидін аламыз. Осы купрум оксидінен ары қарай біз гидроксид алу үшін не істейміз? Купрум оксидіне суды қосамыз да реакцияға түсіреміз. Сонда бізде гидроксид пайда болады. Ары қарай осы купрум міне сіздерде оксидіне купрум хлориді, купрум гидроксиді және купрум оксидіне қайтадан купрум алыныпты. Дәл сол бойынша сіздер міне купрум оксиді, купрум оксиді қайтадан өзін аласыздар. Яғни осының генетикалық қатары сіздерде көрініп тұр. Ары қарай органикалық заттардың генетикалық байланысының маңызы. Біз яғни сіздермен бұны болжау, түсіну және қолдану арқылы өтеміз. Болжау, заттардың қасиеттерін болжау мүмкіндігі. Түсіндіру, химиялық реакцияларды түсіндіру және түсіндірулерді құру арқылы. Қолдану, химиялық технологиялар қолдану, мысалы синтез, талдау, ыдырау және басқасы. Енді сіздерге қазір мен мына жерде көрсеттім металдардың генетикалық байланысы. Қазір сіздерге ары қарай мысал ретінде бейметалдардың генетикалық байланысын көрсеткім тұр. Бұл жерде сіздерге бейметалдың ішінде мен көміртекті алып тұр. Мысал ретінде көміртек оксидін аламыз. Одан қышқыл аламыз. Одан да жаңағыдай кальций
H-SO3 2 есе және кальций карбонат аламыз. Мынау бейметалдардың сіздерге металдардың генетикалық байланысы болса, мынау сіздерге бейметалдар. Қазір енді осыны поэтапно сіздерге реакциясын жазатын боламыз. Бірінші, көміртек оксидін алу үшін біз не істейміз? Реакциясын оттекпен жүргіземіз, яғни оттекпен реакциясын жазамыз. Бірінші аламыз біз сіздермен СО2 газын. Газ қойыңыздар. Екінші, осы СО2 газынан біз сіздермен алу керекпіз H2SO3. Яғни СО2 газынан суды қосамыз. Сонда H2SO3 біз қышқыл аламыз, е? Ары қарай осы қышқылдан біз келесі затымызды алу үшін ары қарай келесі реакциясын жазамыз. Кальций HSO3 еселенген ыдыратамыз. Сонда бізде кальций карбонаты, ол бізде тұнбаның екісі болмастан су және СО2 газ алынады. Газы екісі болмастан. Міне, H2SO3-тен алдық HSO3. Мына реакциядан келесі реакция алдық. Енді біз HSO3-тен келесі реакция соғысы. Төртіншісі. Ол сіздерде карбонат алды. Карбонатты қалай аламыз? Кальций карбонатын ыдыратып алып. Ол бізде неге пайда болады? Оксидпен, кальций оксидімен СО2 газын тамасы болып қойса. Яғни бүгінгі тақырып бойынша мынау сіздерде металдардың генетикалық байланысы, мынау сіздерде бейметалдардың генетикалық байланысы болып табылады. Яғни генетикалық байланыс дегеніміз оқушылар. Бір заттан келесі затты шығарамыз ғой. Мысалы, жай зат болды, иә? Жай заттан біз күрделі түрін алдық. Көміртектен оксид аламыз, оксидтен қышқыл аламыз, қышқылдан ары қарай гидроксид, карбонат деген сияқты. Яғни этаппен жүретін реакцияны біз сіздермен генетикалық байланыс қатар деп атаймыз. Yazып алыңыздар. Егер жазып болсаңыздар, оқулықта 186 бетті ашып қойыңыздар. 186 бетте сіздерде органикалық қосылыстар арасындағы генетикалық байланыстың кестесі берілген. Осы кесте бойынша қараңыздар. Бізде бастапқы тұз, иә? Тұздан біз не аламыз? Металдар және бейметалдар, иә? Металдардан біз негіздік оксид аламыз. Негіздік оксидтен біз негіз аламыз. Ал ол негіз бізде тұзды тудырады. Дәл осылай, бейметалдардан біз қышқылдық оксид аламыз. Қышқылдық оксидтен біз қышқыл аламыз. Ол қышқыл реакцияға түсу арқылы бізге тұзды береді. Түсінікті ғой, иә? Міне қараңыздар, мына кезде міне оксидте суды қостық, бізге қышқыл берді. Ары қарай, осы пайда болған тұздан біз не алдық? Карбонат алдық та сумен және газ алдық. Осы реакция міне карбонаттан оксид аламыз және қышқыл газ аламыз. Осы реакцияны сіздерде органикалық қосылыстардың генетикалық байланысы деп атайды. Осы кесте бойынша көріп шықсаңыздар болады. Ары қарай, онда келесі мұғалім жалғастырып алып кетсем. Ары қарай, келесі мұғалім жалғастырып алып кетсе, онда тақырып бойынша жалпы түсінік бердім. Ары қарай енді тапсырма бойынша қазір мұғалімдарымыз ары қарай жалғастыратын болады.
Muayyen çığa berek pa? Жоқ, жоқ, шықпаймыз қазір. Өздеріңіздің мұғалімдарыңыз ары қарай тақырыпты жалғастырып алып кетеді. Сол кісілермен қазір енді осы тақырып бойынша есебін шығарасыздар. Оқушылар олай болса, мұғалімдеріміз қосылған жоқ, ол кісілер қосылғанша біз сіздермен онда шығу тестін орындай береміз. Ол кезде 15 сұрақтан тұратын сіздерге өткен тақырып бойынша барлық тест тапсырмаларын алып келдім. Сол бойынша қазір сіздер екі парақ қағаз алыңыздар, аты жөндеріңізді жазып, осы тестті қазір бірге орындайсыздар, және маған сіздердің жауаптарыңызды мұғалімдеріңіз суретке түсіріп жіберіп, сол бойынша сіздерді бағалайтын боламын. Бірінші тапсырма бойынша еркінді дегеніміз не? Дұрыс жауабы таза зат бірнеше заттардың гомогендік қоспасы, тұнба, газ қоспасы. Осы жерден бір қай дұрыс жауап, соның дұрыс жауабын таңдайсыздар. Екінші бойынша еріткіш дегеніміз не? Еріткіш деп нені айтады? Дәл осылай дұрыс жауабын және сұрақты оқисыздар, дұрыс жауабын. Алтыншы тестқа дейін орындап алыңыздар, ары қарай сосын көтеретін боламын. Естіп жатырсыздар ма, оқушылар? Түсінікті ғой? Жақсы. Жақсы, алты тапсырма жылдан алты тест орындап жіберіңдер, сосын тағы ашуға түсіремін. Жалпы тесттің саны 15. Төрт, бес, алтын орындап болдыңыздар ма, оқушылар?
Болды. Иә. Иә. Естен бастап қойып қояйын. Температура өскенде қатты заттардың ерекшелігі қалай аталады? Арты адымға төмендейді өзгеретін немесе алдымен артып, кейін төмендейді. Дұрыс жауабын табасыздар. Суда жақсы еритін заттар. Күміс, Muallim birisine arasını açma. естімеді? Көріп тұр ма? Жетте басқа ерекшелік. Арқай жалғастырып. Жауаптарын айта берсем бола ма? Қиын ол. Біткеннен кейін мен өзім тексеретін боламын сіздерді. Біріншісінде Б бірнеше заттардың гомогенді қоспасы. Жауаптарын маған фотоға түсіріп, мұғалімдердің жіберіп, сіздер маған 15 тестті орындап бересіздер. Жауаптарын айтпаңыздар, жақсы ма? Тек қана 1А, 2Б, 3С деп солай орындап берсеңіздер болды, дұрыс жауап болды. 7, 8, 9, 10 орындап алыңыздар, ары қарай көтеремін тағы да. 11-ден 15-ке дейін. Muallim bir eklerdi ko'rsatishmi? Қайталаңызшы. Естімей қалды, қайталаңызшы. 7-8 болдыңыздар ма? Онда көтерейін, иә? Міне. 15 сұрақты аяқтап беріңіздер. Muallim bir ekini ko'rsatishmi? Bir eklerdi. 7'ge deyinkini. 15 сұрақ дейді ғой, 15 сұрақ. Бірден орындап жіберем көрейік деп сұрапсызшы. Иә, бірден орындайсыздар ма? Бірден орындап. Үлгердіңіз ба? Ары қарай қояйын ба? Жүзінен ары қарай көрсетесіз бе? Көрсетіп отырамын. 12 сұрақ. Оксидтер дегеніміз не? 12 сұрақ. Тек сутек пен оттектен тұратын қосылыстар, екі элементтің біреуі оттек болып келетін қосылыстар, көмірсутектер, тек неорганикалық заттар. Бірден 15-ке дейін от қойын, бұны аяқтаңыздар. 9-дан 15-ке дейін от қойын. Muallim ауызша жауап бере береміз, а? Жауабын қазір маған фотоға түсіріп, мұғалімдерге жіберем, сол кезде тексерем.
Көріп тұр ғой, иә, барлық сұрақ. Бір қарап өтіңіздер, сосын мұғалімдарыңыз маған сіздердің жауаптарыңызды суретке түсіріп жіберсін. Мен сол бойынша тексеремін, сосын сіздерді бағалаймын. Барлық сұрақ қойылып тұр алдарыңызда. Жақсылап бір тексеріп өтіңіздер. Дайын болсаңыздар, мұғалімдарыңызға бере беріңіздер жұмыстарыңызды. Бұл форматында кім болды? Жоқ, мұғалім. Болдық па? Бекарыс? Болдық. Жақсы болса, мұғалімдарыңызға жұмыстарыңызды өткізіңіздер. Маған Жақсы. баққан. Мен сол бойынша қазір тексеріп өтемін. Егер тапсырма орай болса, оқулықтағы 187-ші беттегі Б тобының Б деңгейінің 3-ші, 4-ші есебін неге аласыздар? 187-ші беттегі Б тобы 3-ші, 4-ші есеп неге? Белгілеп алыңыздар. Тапсырмасын біле алсаңыздар, осымен сабақ аяқталды. Шыға берсеңіздер болады. Сұрақтарыңыз бар ма? Тақырып бойынша сұрақтарыңыз бар ма? Жоқ. Жақсы, олай болса сау болыңыздар. Шыға беріңіздер. Сау болың.